Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Бізді жаңа күн. Мына қыз іші пысып, ағасы келгенше іші пысады өйстіп. Менімен ойнайды. Так, бізге ертең обедке макарон, ертеңгі обедке алдын ала дайындап кетіп өйткені ертең обедте үйде болмаймын, сол себептен қамданып жатырмын да енді. Ертең біз Ясинаны врачқа апарамыз, окулистке, сол себептен алдын ала өйстіп дайындап кетіп жатырмын обедімді. Өздеріңіздің күндеріңіз қалай өтуде, комментарияға жазып, пікір қалдырып отырыңыздар. Бүгін күні бізбен бірге болыңыздар. Так, ужин дайындап жатырмын. Ужинға бізде бүгін плов. Каждой непонятной ситуации готовь плов, дейді біздің девиз. Не істерін білмесең, осы плов дайындаймын мен басқа. И борщ, мына ертең обедке. Что пісіп жатыр. Ауа райы бүгін көктем болып тұр ғой, кім айтады, Маңғыстауда қыс деп. Что тұр? Мені бірінші түсіріп кетті айтшы. Қалып қойынғы самолеттен деп. Пока де. Ал түсіріп алайын десем. Атақты өп көтерсек дейін тұттан көр. Алдан шоу мереге қайтамды шеше. Бауыр керекпен күтіп алдық па. Сен әймен бет қозалып қой арасында да. Пока де, Омар. Омар кеп ата. Қозғай өрме болды. Әйме Алматыға Апа кетпайды, Алматыға бар. Бұл. Самолетке миндір, апа, бұл. Апа, пока де. Болды айтпай қойшы. Барам, шындық. Ой, с утра біз Ақтауға жолға шықты. Асаға қаратсын. Ерте тұрмайтын есіңі, мен зеңгі отырға. Қайға баратырмын деп. Да? Погода осындай ұлттыр тұман. Тұман көрінбейді. Ақтауға келдік, клиникаға келдік. Біздің балалар туылғаннан бері осы клиникада қараламыз. Бұлай жақсы клиника басқалармен салыстырған кезде. Врачтар да өте күштік адамға деген отношениесі. Дала бүгін Ақтауда тұман. Негізі жылой комплекс томдардың арасында орналасқанды. Тауып келу өте қиын. Біз келдік Ақтаудан, назначениемізді алып келдік, қызды қараттық, бәрі жақсы, тек бізге холеоз деп айтты, көзінің диагнозы, назначениесін, ем-домын бәрін берді, Алла қаласа соларды орындап, тағы бір айдан кейін барамыз осмотрға. Осындай диагнозбен кездескендеріңіз бар ма, араларыңызда жаза отырыңыздар комментарийге. Және мен сразу үйге келіп, ужинның қамына кірісіп кеттім, нан еледім, пирожкиге нан еледім, тамағымды жайғастырдым деген сияқты. Міне сол арада пирожки пісіріп үлгердім капустамен. Және мына жерде тағы да картошкамен пирожки. Өте дәмді болды, өткенде пісірген бәрін сразу 20 минутта жоқ болып кеткен шығар. Өзім бүгін нәпіл оразамын. Осыны бері кешке ашам. Өзіме бір штук алып қойым керек. Бисенадан да дым қалмайтын түрі бар сияқты. Сосын подливка жасап қойдым. Қазір күрішпен ужинға беремін. Мына жақта қос лайк болып жатыр, қазір реклама. Сол бүгін Омарда кішкене қызулап келдім ма сабақтан. Настроениесі болмай тұр. Жолдасым да салқындап қалды, үшін вирус басталды біздің үйде.
өздеріңіз не істеп жатсыздар? Күнделікті бір күнім екінші күннен өзгертіп көп стористер түсіре беремін. Қазір мына жердің бәрін реттеп жинауым керек. Ой, погода деген күшті болып тұр бізде. Так, наным да пісіп шықты. Өте жұмсақ қой. Қараңыздар. Уже скоро мастер болдық қой нан пісірудің. Күшті пісіп тұр. Енді мына пирожки түрлерін көндіктен шығар өте жұмсақ екені. Қараңыздар. Күшті болып шықты бүгін тестім. Ренжітпей, нервімді ұстамай, прям көзді жұмып билей беретін болдық уже. Так, мына столдардың аяқтары кірлеп кепті, көптен бері сүртілмепті. Соны дұрыстап, тазалап қойып жатырмын. Омар, айтпақшы бүгін Омар үйде. Қалайсың, жағдайың жақсы ма? Кішкене түнде қызулап, ауырып. Сонымен бүгін сабақтан алып қалдым. Жолдасым да ауырып жатыр. В общем, келісіп жатырмыз. Кеше атам тойға барып, осындай приздер алып келіпті. Негізі тойға барса призсіз қайтпайды біздің атамыз. Күшті алып беріпті да, тым жақсы сувенирлер. Большой любви дейді.